Сәлеметсіздер ме? Үй жағдайында шашты қалай қалыңдатуға болады? Қазіргі таңда қыз келіншектерінің көбісінің көкейінде жүрген сұрақ деп білемін. Мәселен, өзімді алып қарастыратын болсам, осыдан бірнеше жыл бұрын менің де шашым өте жұқарып, саусақпен санарлықтай тек ұзындығы қалған болатын. Мен оның шешімін табу үшін ізденіп оқи бастадым. Өзіме ұнаған маска түрін таңдадым, өйткені қол жетімді, ыңғайлы, барлық жерден табуға болады. Шашқа арналған бұл масканы бір ай қолданасыздар, бір айда өзінің нәтижесін береді. Бір айда менің шашым өте қатты қалың болып өсті. Сіздерге де 100% гарантиямен айта аламын. Сіздер де қолданып көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Бізге масканы дайындау үшін домашний айран және майсана майы қажет болады. Айран бөлме температурасында болуы қажет. Бір кесе айран алсаңыз да жетеді. Оған 5 тамшы майсана майын араластырамыз. Шашымыздың барлық жеріне жағып шығамыз. Одан кейін пакетпен орап тастайсыздар. Артынша орамалмен жауып тастасаңыздар болады. 1 сағат өткеннен кейін шашыңызды жуып тастайсыз. Болды. Бір айда нәтижесін көресіздер. Аптасына 1 рет қолданасыздар. Егер де сіздерге пайдалы ақпарат ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.